Қымбатты көрермен, осы демалыста Жібек жолы арнасында кеш емес, ең мықты және ең арзан той реалити шоулары өз мәресіне жетті. Және бұл арна көрермені кейіпкерге айналған ерекше жоба болды. Себебі жобаға қатысушылар жұлдыздар емес, әртүрлі сала мамандары, еңбек адамдары болды. Дәл солай, мысалы, кеш емес жобасына бала күннен үлкен сахнаға шығуды, қолына микрофон алуды армандап, бірақ әртүрлі себеппен басқа саланың тізгінін ұстаған әйелдер қатысты. Одан бөлек ең арзан той жобасының жеңімпаз жұбы да анықталды. Ал ең мықты жобасы «Сен тұр, мен атайын» деген әртүрлі саладағы еңбек адамдарының басын қосып, кім мықтыны анықтады. Нәтижесінде еліміздегі ең мықты қатысқан 20 адамның ішіне суырылып шығып, жеңімпаз атанып Астана қаласынан пәтер иеленген Алматы қаласындағы турбина цехының аға машинисті Айдос Масиралиев атанды. Жоба жеңімпазы Айдос мырзамен біз қазір сұхбатымызды бастаймыз, ал оның алдында ол кісінің жүріп өткен жолын бір көріп алайық. Мархабат, экранға назар салыңыздар. Ең мықты жобасының жеңімпазы Алматы қаласының тұрғыны Айдос Масиралиев. Жасы 38-де. Ол турбина цехының аға машинисі. 3 баланың әкесі Айдостың ерекше хоббиі бар. Ол күнне міндетті түрде 10 шақырымды артқа тастап қана қоймай, биік тауларды бағындырғанды жаны сүйет. Бағындырған ең биік нүктесі 4376 метр. Келесі бағындыратын шыңым осы жобаның финалы мен пәтерінің кілті. Айдос айтқанда тұрды. Ондаған жұмысшы мамандық иелері түрлі қиын кедергілерден өтіп, өздерінің жігерін, төзімділігін, физикалық мүмкіндігін ғана емес, мінезін ерік күшінде дәлелдеді. Бірақ Айдос бәрінен де ең мықты болды. Бағдарлама басында кейіпкеріміз өз күшіне сенбеген еді. Жарысқа дейін қобалжу болды, одан кейін жарыс басталғаннан кейін қобалжу кішкене басылды, сонымен енді сол берген заданияны орындау болды. Алғашқы шығарылымдағы сынаққа Айдостың шыңға шығатын хоббиі ерекше көмектесті десек болады. Кей қатысушылар қайта жолда шаршап, құлап жатқанда Айдос олардан озып командасын алға шығарған. Бірақ үңгірден зат табу кезінде Айдос бағдарламадан шығып кете жаздады. Осы сынақ шығар қиын. Таппағаным үшін соған өкініп отырдым да, соған ең сондай жеңілістің дәмін көрмегеннен кейін ашты болып жатыр. Оған велосипед құрастыру кезеңі де оңай болмады. Велосипед жинау күні болды. Басы жақсы кетті. Сұрақтарына жауап беріп, жаңағы құлыпты 3 минуттың ішінде ашып біттім. Барлық 7 шығарылымда да өз күшімен, ерік жігермен таңдай қақтырған Айдос финалға да жетті. Кейіпкеріміздің ең мықты екенін әу баста қарсыластары бірден байқаған. Мен мықты бойындайтын адам Айдос деген жігіт, спортсмен жігіт. Өзін толық осындай салауатты өмір салтына қойған адам, мақсаты бар адам. Судан да, оттан да, биіктіктен де бәрінен оза шауып алға шыққан Айдос жеңіске жетті. Соңғы сайыс арқанға ілініп тұру барысында 17 минут 45 секундты еңсеріп басты жүлде елордасы Астанадағы пәтердің иесі атанды. Ең қиын сынақтарды еңсеріп, соңына дейін шыдай білетін нағыз батыр ғана ең мықты атанатынын дәлелдедің. Сөзімде тұрдым. Қымбатты көрермен, дәл осы ең мықты жобасының жеңімпазы Айдос мырза дәл қазір бізбен бірге тікелей байланысқа шығып отыр. Айдос мырза, қайырлы күн, өзіңізді құттықтаймыз. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Уақыт бөлгеніңізге байланысқа шыққаныңызға рахмет. Енді өзіңізге бір қояр сауалдарымыз дайын. Ал енді көптен күткен жоба өтті де кетті. Чемпион болдыңыз, және бір сұхбатыңызда балаңыз егер пәтер ұтпасаң үйге кіргізбеймін деп айтқан екен. Енді пәтер иесі атанып чемпион болып келдіңіз, отбасыңыз, балаңыз, жақындарыңыз қалай қарсы алды? Чемпиондық қалай атап өтіп жатырсыз? Өте керемет атадық. Үйдегілер бәрі риза. Әкесі сөзінде тұрды. Уәдесінде тұрды.
Айдос мырза, жеңімпаз болған кездегі эмоцияңыз қандай еді, содан бастайық? Жеңімпаз болған эмоция сол тауға шығып, мына шыңдарды бағындырған кезде эмоция болады ғой. Мен шықтым деп. Сондай эмоция болды. Өте керемет эмоция. Енді бұрын соңды өйтіп жеңіп көрмегеннен кейін, басты жүлде пәтер болғаннан кейін Оның эмоция мықты болды. Бірақ біз эмоцияңызды қатты байқай алмай отырмыз. Сәл енді еркін болуға тырысыңыз, өйткені жаңа біз сіз туралы бейнені көрген кезде ол жақта еркін көсіліп сөйлеп отырсыз. Өте ашылып, еркін Енді сұхбат берсеңіз. әлде чемпион болғаннан кейін солай кішкене тұйықталып қалдыңыз. Басымыздан өткен жоқ әзірге. Енді мынандай бір сұрақ, Айдос мырза, 3 аптаға жуық уақыт сол қатысушылармен бірге болдыңыздар. 100-ден жүйрік мыңнан тұлпар атанған іріктелген кіл мықтылар бас қостыңыздар. Бір-бірлеріңізбен қарсыласта болдыңыздар, бірақ бір жағынан бауыр, доста болып кеткендеріңіз рас, иә? Осы жобадағы уақытта кіммен ең жақын дос болдыңыз? Кім сіздің жанашырыңыз, досыңыз, бауырыңыз болып кетті осы жобада? Бұл жобада айтатын болсақ көп, 20 адамның барлығы өзі жақын араласып кеттік. Осы қысқада бір 10-11 күннің ішінде бір туысқан сияқты, бір ағайын сияқты бауыр болып кеттік, бауыр басып бірімізге. Ешкімді бөліп жармаймын дейсіз ғой, иә? Әрқайсысы мықты, осал жігіттер емес. Жүректері намысқа толған. Арасында Болат деген мырза өте сондай ақылды, мықты, ауылдың баласы. Әлішер деген, Абай деген әлем чемпионатында футболда осы бүгін 3-ші орын алды әлем чемпионатынан, мини футболдан. Иә. Абай мықты жігіт. Барлығы жақсы жігіттер, мықты жігіттер. Түсінікті. Айдос мырза, енді өзіңіз айтып отырсыз ғой, бәрі де мықты жігіттер деп, дегенмен де сізден де жас жігіттер, сізден де жылдам жігіттер болды. Дегенмен сіздің жеңісіңіздің құпиясы неде деп ойлайсыз? Енді ол не шығар? Жаңағы жеңіске деген бір желание дейді ғой. Ұмтылыс. Алға жаңағы пәтердің кілті болғаннан кейін барынша салдық барымызды. Ұлыңыз не деп жатыр енді? Ұлым риза. Жақсы, енді жалпы өзіңізге келер болсақ, Айдос мырза, мына Алматы қаласында турбина цехының аға машинисті болып жұмыс істейді екенсіз. Қызметіңіз жайлы айтып берсеңіз, неше жыл болды бұл салада еңбек жасап жүргеніңізге? Энергетика саласында жұмыс жасаймын. Турбина цехтың аға машинисті боламын. Жұмыс жасап жатқаныма 13 жыл болды. Өз мамандығымен жасап жатырмыз. Енді бір сол жұмысыңыздағы бір қарым-қабілет, кәсіби дағдыларыңыз осы жарыста жеңіске жетуге көмектесе алды ма? Қалай ойлайсыз? Көмегі тиді. Өйткені бізде жаңағы орысша айтқанда опасный производственный объект дейді ғой. Ол жақта жаңағы үлкен қысым бар, үлкен температура. Сондай бір адамға қауіпті жерде жұмыс істегеннен кейін сынақтар маған енді қатты қиын болған жоқ деп ойлаймын. Арасында кейбір эмоциональный кезде болмаса. Көмегі тиді дейсіз, Айдос мырза, енді жобаның ұйымдастырылуына қандай баға бересіз, қандай пікірдесіз? Жалпы бұндай мүмкіндік тағы берілсе, тағы да қатысар ма едіңіз? Әрине қатысатын едік. Бұл жоба өзі ерекше жоба болды. Өйткені өте әділ, жаңағы
не деуші еді, жаңағы. Иә, Өте әділ. әділ өтті жоба, иә, әділ өтті жоба, жаңағы. Бас жүлде пәтер, ол пәтерді бұйыртса аламыз. Жақсы, енді Жоба үлкен деңгейде өтті. Айдос мырза, жалпы Дара сізді... қорына үлкен рахмет, жібек жолы арнасына үлкен рахмет. Енді мына сізді қарсыластарыңыз мықты деп көпшілігі енді баға берген екен, бірақ сіз мына үңгірден зат табу кезеңінде жарыстан шығып қала жаздадыңыз, е? Бір іштей сенім болды ма? Мен чемпион болам, мен соңына дейін барам деген сияқты. Өзіңіздің бір ішкі сезіміңіз болды ма сондай? Әрине болды. Жеңіс үшін келдік. Соңына дейін. Жаңағы. О жақта енді біз жаңағы жігіттермен бауыр басып кеткеннен кейін бір-бірімізге бір қарсылас ретінде қараған жоқпыз. Жобаның аты ең мықты болғаннан кейін, ең мықты жеңсін деп сөйтіп арамызда шештік. Барынша осы жоба әділ болсын деп. Жақсы, Айдос мырза, енді көп рахмет. Бұл кісі жаңа айтып отырғанымызда енді сөзден гөрі істің адамы екен. Істің адам екенсіз, иә. Алғыс рахмет, пәтеріңіз құтты болсын, жеңіс тағы да құтты болсын. Ең мықты атануыңызбен құттықтаймыз. Иә, алдағы уақытта да осылай сүйіншілер, жаңалығыңыз көп болсын. Отбасыңызға сәлем айтыңыз, жақсылықта жүздескенше. Ал енді... Жақсы, аман болыңыз. Ал енді қымбатты көрермен, дәл қазір аздаған үзіліске кезек береміз. Одан кейін де қызықты пайдалы ақпараттар көп. Бізбен бірге болыңыздар, арнадан алыстамаңыздар.